Заттарымызды дайындаймыз, талғарға кетеміз, кет. Көмір. Осы үшін коробкасы керек болып қалады. Давай. Жоз қақпағын. Ал ардақтағайын, біз талғарға жол тартып, қазір 1 сағат 28 секунд деп тұр. Өтірік айтамын, 1 сағат 28 минут. Қарап жүрсеңіз болады. 56 километр екен Қаскелеңнен. Ал, бисмиллах, кеттік. Jamal and Ganja. Bittin tastar, bittiten bastar. Sen bittiten zat var, ешкімге айтпа. Қаламызға жігіттер, негізінде өздеріңіз білесіздер, біз Ниваны сатып алудың негізгі бір мақсаты ол бүкіл Қазақстанды, әсіресе бірінші бастап кезде Алматы облысынан бастап аралаймыз деген жоспар болған. Өкінішке орай өздеріңіз білесіздер, пандемия келді, кризис келді, сонымен бұл ісіміз біраз кейінге шегерілді. Бірнеше рет қазір Талғар қаласынан бастайын деп жатыр. Негізінде Ниваны неге таңдадық? Бізде 3 вариант болды. УАЗ Патриот, Нива немесе Toyota Prado ма, 2005 жылғылар. Әрине, Prado өте былай комфортны болған. Оның кузовы жиі ауысады, өздеріңіз білесіздер. Сол үшін біз есте қалатындай бір кузовтағы автокөлікті таңдағымыз. Адам тасымайтын болғаннан кейін осы 3 есікті Ниваға кеп тоқтадық. Бұл Нива жалпы ақ цвет болатын кезінде. Оның барлығын қызыл түске бояп, құжаттарын жөндеп, жолға дайындадық. Шынымен де жиі бұзыла ма? ВАЗ автокөлік болғаннан кейін жиі бұзылады. Бірақ жөнделуде жеңіл, құрал саймады да арзан. Бірақ ұзын жолдарға шынымен де Нивамен жүру біраз шаршатады. Есесіне, халықтың назары осы Нивада. Талғардағы Додо пицца кафесі шақырды, таңғы ас сұйықташу үшін. Тікелей эфирімді тек текелер көреді, тебірен теңге келеді дегенмен өскен жерімде келейін, қойып қойдым көлденейін, сөзімді қайталайды бүкіл ел. Менде бәрі жақсы, қалыпты он бақсы, бүгін кешкене сен деп ауыртпайын басты. Бізде жеті хас, холе жаспын, холе кеттік бәрін таста. Сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда, бұл қазақи пропаганда. 5000 қалтамда, қайдан тапсам да, сенің қалаңда шайқалады орыннан. Сағанда орын бар, армандар орындал соңда, сенбегендер сорын. Міне, мың болды ағай, құтты болсын. Бізге Додо пицца қонақ болыңыздар деп осы жерге шақырылуда. Рахмет, қазір біз таңғы асымызды кофемен кішігірім дотыстырып алып Додо пиццаға барамыз. Бәрін таста, кеттік, бәрін таста, кеттік, бәрін таста, кеттік, бәрін таста, кеттік, бәрін таста. Ал Додо да қош келдіңдер. Білесің ме, маған Додо пицца не үшін керек? Тамақтан бұрын ішінде шынымен де керемет әжетханасы бар. Әрдайым таза. Бас, мен шешін тастадым. Все, заказ берейік. По идее, мен диеттам, негізінде операторға заказ береміз. Тағы Додан тағы ключер бар ше, зарядкілер бар. Бізге кофе беріңіз. Латте, большой. Таңғы аста завтра реально басқа жерде таба алмайсыздар ондай. Сағат 10-да еще дайын болу үшін. По идее, то, что открыл первый Додо.
Now I'm fighting with my hands up, hands up. Feel the bullets from your head rush, head rush. I can see you but I can't touch. Cause I feel numb. So infected with your bad blood. Keep on running till it blows up, blows up. All I wanted was your real love, but I feel numb. Silent voices to a distant crowd. I'm still singing, but there's no one around. Керемет. Достар, қазір біз Талғар әкімшілігі, яғни Талғар ауданы, Талғардағы қаласының орталығына барамыз. Бірақ бүгін баратын 3 жеріміз бар. Ол біріншісі Ақбұлақ, одан кейін Плотина, стейк жасайтын жер. До конца год сол үшін. Және де древний город Талғар, яғни ескі Талғар қаласы. Әрине ол қар басып қалды қазір. Дегенмен де ол жердегі біз сіздерге кадрды көрсетеміз. Bären tasta. Gitti, bären tasta. Gitti, bären tasta. Топ-3 мест в Талгаре. Ахбулак, Плотина, Потом в горах Плотина, Акбулак. Старый город можно посмотреть. Сятка KFC бар, Акбулак, домашний кинотеатр бар. горнолыжный курорт. Ауа таза. Екінші сұрақ, егер сізге Алматыға көшуге мүмкіндік болса, көшер ме едіңіз? Жоқ. Нет. Иә. Егер сізге Алматыға көшуге мүмкіндік болғанда сіз көшер ме едіңіз? Жоқ. Талғар жақсы. Топ-3 жер. Талғарға келген адам. Ну, допустим, Ақбұлақ. Еще даже не знаю. Вы из Талгара же? Нет. Ё-моё. А вы откуда? Соседнего поселка. Ну, это Талгарский район, Окей. да. Топ-3 мест не скажете, да? К сожалению. Извиняюсь. Осы үшін біз видео түсіріп жатырмыз, себебі шынымен де жергілікті тұрғындар тек қана Талғар емес, бүкіл Алматы облысында білмейді. Ақбұлақ деген дорога объездная, Талғарды айналып барып, сразу Ақбұлаққа кететін Алматыдан шы. И эта дорога келеді да, жаңағы городище Талкизға келіп тіреледі. Екі жақтан сол жер ғана қалады, из-за этого шум болып, премьер-министр келіп жаңағы все работы тоқтатып, талай жылға тоқтап қалды да жол. И осы жыл ғана вот объездной қайтадан төмен жақтан ашып жатырмыз да. Чтобы городок ЮНЕСКО-ға кіреді да бұл город. Ну, ЮНЕСКО-ға кіре ма? Вот бар отасы. Бұл бір жаңағы кіре алмаймыз дегенім, просто бұл городокты қазір Исыкский музей бар ғой. Соған өткізді да бізге қарамайды қазір. Прямой Исыкқа бар. Негізі жабық па қазір? Негізі алдында ворота жабық, иә. Просто ворота жасап қойған ғой. Ары қарай раскопки жасалған жерлері бар, просто қазір қар болған кейін көрмейді. Ал ардақты ағайын, негізінде біз көп адамдар жазды бізге Талхиз, древний город Талғар, яғни ежелгі Талғар қаласы 7-8 ғасырларда болған. Өкінішке орай біз қазір жабық, себебі қыс мезгілі. Осы жерде қазір видео болып жатады негізінде. Жол жасағандар қарамағанда екі жақтан келіп жолды өтпей салайын деген ғой үстінен ше. Картада просто тұрған ғой, иә? Картада просто бүйтіп тұрған, и они хотели вот так прям пройтись по ней дорогой. И тоқтатып, жаңағы шум болып, не істеп, олар тоқтатып, жолда қалып қалды. Содан кейін бұл жер жаңағы ешкім қарамағанда болмады, мусор болды, анау-мынау, соны тазалап, содан кейін қоршады. И бізде музей жоқ болған кейін, Исыктың музейі бар ғой. Соған өтті, солар қарайды қазір. Жігіттер, бізге что-то нәсіп болып отыр. Бір аптада 2 ЮНЕСКО-ның қорғауында болған. Бұл Талғардікі емес, бұл Алматы облысы емес, бұл Есік емес, бұл Қазақстан емес, бұл бүкіл әлемнің мұрасы десек болады. Сондай жер, шынымен де. Қазір біз Орландың мына жеріне көтерілеміз. Өркештау деп аталады. О, Өркештау шынымен де. Давай, бассейн. Туризмнің фишкасы осы, негізі мынаны көрсе білмеймін, бізде ЮНЕСКО-ның бастықтары ай жазалайды ау. Негізінде
көше ма бір нәрсе болған ғой бұрын. Мыналар үйлер болған. И оның ішінде міндетті түрде бастан айтамын, кез келген бір туристке маңызды зат ол интернет. Мына жерде интернетпен проблема жоқ екен. Және екінші ол санузел ғой, әжетхана. Сол кезде Әжетхана салып жатыр екен. естіңдер, әжетхана салып жатыр екен. Ағайын, осымен топ 3 жердің біреуі Талхиз, Талғар, Ежеті қаласы. Мынау Нива Талхизде болды. Енді Ақбұлаққа жетсек жақсы болады, жетпесек оның несі жақсы болады Ниваның. Мінген аттым боз жорға, сен дегенде сөз бар ма? Боз жорға, боз жорға, қос тұяғың кербездей, әндей сұлу созғанда. Боз жорға, боз жорға, өмір барда бақыт жолда жорғалашы жорға, жүйрік жорғала, жүрегімде іңкәр жүйрік сен ғана. Жорға, 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 жорғалашы жорға, 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 жорғала, жол серігім сен ғана, алдымызда арман тоңған кең дала. Сейчас заходите направо, по лестнице вверх, и с правой стороны будут санузлы. А вообще сверху, внутри вообще там лед сейчас стоит, да? Нет, льда нету, там спортивная площадка. Нет, отсюда. Тема. Оттуда. Все, пошла. Негізі туалетке бару керек емес, просто ішін көрейін деген ғой, тазалығын. Они твердили мне, что ты не для меня. Я лишь пренебрегал, что лили за тебя. Меня туманом так окутала волна. Но мне плевать на посторонние слова, не войны. Моя душа берет тобою воздух. Мы вдохновляемся луною минур. Мои крови течет с любовью, амлана малому. Словно горная лама, пелени своей молодой горы надеют. Только амлана малама, только амлана малама. Словно горная лама, пелени своей молодой горы надеют. Только амлана малама, только амлана малама. Мойндағы этот наушник, по идее, мои они. Звезда Талгара, брат. Придется заново переснимать. Всем залет. Наконец-то. Да, не говори, Талгар, хош келдің. Так, за КамАЗом едем. Нет,
Они достроят. Самый үлкен мечеть. А что, үлкен высотка үйлер жоқ па басқа? Жоқ. Девятиэтажкалар нету, да? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, тағы да негізінде мына артымыздағы бейне, мурал, мүсін ол Жолан Омаровқа берілген арнайы мүсін. Жас кезінен өздеріңіз білесіздер ковидпен арамыздан тастап кетті десек болады. Бүкіл халық 9 ай ғана жұмыс істеген, деге оған қарамастан бүкіл халық әлі күнге дейін есіне сақтаған. Себебі бұл айтқанда 30 жылда істелмеген жұмысты сол 1 жылда істеген. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Тадам, о жігіттер, шашлык, блин. Талғарға келдім ғой сендерге. Короче, едем туда, в горы. Я дальше сниму. Better not stop. Better not stop. Міне, үшінші соңғы керемет жер ол плотина. Негізінде осы плотина бүкіл Талғар ауданын құтқарып тұрған сияқты ғой. Жөнінде көрсетейін тағы да. Бұл плотинаның тарихы туралы енді айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ мына жерге келіп, табиғатқа тойсаңыз болады. Енді жазда мына жер өте керемет болатын сияқты. Енді қазір қыста келдік. Ну, тоже жаман емес. Айналам өзгерді өзің келгелі. Сендегі сезімдер мені тербеді. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпында тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейне. Менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпында тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Бейнең, бейнең, бейнең. Такая беленькая девочка. Ет мынандай болған. Еркенен даже пиццаны жылытып отырық. Талғарға келін деп міндетті түрде. Ардақты ағайын, мен сіздерді өте жақсы көремін. Осы уақытқа дейін шыдағандарың үшін. Міндетті түрде келесі ауданда, қай ауданда түсіргенді қалайсыздар, пікірде жазыңыздар. Қандай кемшілік кетсе, кешірім сұраймыз. Дегенмен де сіздің ойыңызша ең үздік 3 бару керек жерді пікірде қалдырсаңыздар, бәлкім басқа туристерге де қызық болады.